Қандыағаш қаласы Жастық мөлтек ауданында салынып жатқан бассейн, жабық жүзу бассейні мен дене шынықтыру сауықтыру кешені күз айларында пайдалануға берілмек. Бүгінде құрылыс жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Жалпы құны 403 миллион теңгені құрайтын құрылыс жұмыстарын Ерзат өндірістік кооператив мекемесі жүргізуде. Кешеннің жалпы көлемі 2976,2 шаршы метр. Бассейннің көлемі 195,9 шаршы метр. Тереңдігі 2 метрге дейін болады. Қасына жапсарлас киіну және қосалқы бөлмелері салынуда. Сондай-ақ аумағы 36-18 метр әмбебап спорт залы, іргелес киіну, көмекші және қызмет көрсету бөлмелері болады. Қазіргі таңда бізде Қандыағаш қаласында осындай спорт кешені салынып жатыр, құрылысы жүріп жатыр. Негізі осы құрылыстың басталған уақыты 2020 жылдың қазан айында басталды. Енді осы үстіміздегі жылдың 2021 жылдың тамыз айында бітіруді жоспарлап отырып. Қазіргі таңда бізде 20 жұмыс жасап жатыр. Бүгінгі таңда спорттық сауықтыру кешенінің іргетасы қаланып, темір қабырғалары тұрғызылып, сырланып жатыр. Бассейн орны толық қазылып, қабырғаларына бетон құйылатын қалыптар тұрғызылған. Құрылыстың қарқынды жүруін жергілікті билік пен аудандық мәслихат депутаттары қадағалап отырады. Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасында сәйкес Мұғалжар ауданы бойынша жол картасы жасалынған болатын. Сол жол картасында Қандыағаш қаласында спорт сауықтыру кешенін салу жоспарланған. Қазіргі таңда біз сауықтыру кешеніне келіп тұрмыз, жұмыс барысымен танысып, Нұр Отан партиясы фракциясының мүшелері, аудандық мәслихат депутаттары осы біз үнемі бақылауға алып отырмыз жұмыс құрылыстың барысын. Үш аудандарда салынған осындай кешендер бар. Соған сәйкес қай жерде кемшілік тұстары бар, жетпестіктер бар, соларды қарап, өзіміздің ұсыныстарымызды құрылыс барысында осыны прорабына, құрылыстың басшысына айтып, ескертіп жатырмыз. Енді болашақта халықтың игілігіне толықтай жақсы берілу үшін, қолдану барысында мәселелер туындамау үшін біз енді осы баста атсалысып, басқасында болуымыз келеді. Жақсы спорт құрылыс кешені болып бізде Қандыағаш қаласында орналасса дейміз, халықтың жақсы игілігіне берілсе дейміз. Облыстық спорт басқармасына қарасты спорт кешені пайдалануға берілгеннен кейін ауданның 18 жасқа толмаған балалары мен жасөспірімдері түрлі спорт түрлерімен тегін шұғылданатын болады. Сіздермен бірге мен Нұрғалиева Раушан, арнайы Мұғалжар газетінің YouTube каналы үшін.